Сүйіп өттің Ақсуаттың даласын, жас кәрісін бесіктегі баласын. Мейірімің туысқанға көлде еді, жұбайыңмен таптың әркез жарасым. Адам өмірге қонақ демей ме дана халқымыз? Асқартаудай әкеміз, Әмірғалыұлы Рахымбай, аяулы анамыз Тоқтар қызы Күләштің өмірден өткеніне бірсыпыра жыл болды. Бірақ көзден кеткенімен көңілден кеткен жоқ. Жүрген соң бауырында күнде көріп, таулардың биіктігі байқалмайды демекші. Әке шешеміздің асыл қасиеттерін балалық жастықпен кезінде бағамдай да алмаған шығармыз. Енді уақыт өте келе айтқан әр сөзі, жасаған қамқорлығы санамызда жаңғырып, сағыныштан көкірегімізді мұң торлайды. Мұндайда өсіп өнген жеріміз Ақсуатқа қанат байлап, құстай ұшқымыз келіп тұрады. Өйткені Ақсуатта әулетімізді жетік білетін көз көрген жұрт бар. Қос марқұмның жарқын бейнесі сол бауыр жұрттың да көңілінде сайрап тұр емес пе? Елге сіңген еңбегіңмен елендің, бала оқытып құрметке де бөлендің. Училище ұясынан ұшырып, жолын аштың Ақсуаттық өреннің. 1958 жылы жоғары оқу орнын тәмамдап, зоотехник дипломын алған Рахымбай Әмірғалыұлы Ақсуат өңірінде ауыл шаруашылығының дамуына мол үлес қосты. Ал 1973 жылы нөмірі 108 Ақсуат ауыл шаруашылығы кәсіптік техникалық училищесіне оқытушы қызметіне ауысты. Осы оқу ордасында 1994 жылға дейін қызмет істеп, құрметті еңбек демалысына шықты. Ұйымшыл ұжымнан сыйлас әріптес, қымбат дос жаран тапты. Жақсы әйел үйдің шуағы, құты. Әкеміздің адал жары Күләш анамыз аудандық ветеринарлық лабораторияда еңбек етті. Әріптестері арасында сыйлы болып, жұмысына ықтияттылығы мен құрметке бөленді. Еңбек етсең емерсің деген адал еңбегі бағаланған әкеміз әр жылдары жолдама мен шипажайларда болып, жер көріп, ел таныды. Сол уақытта әр қазақтың аяғы жете бермейтін биік мұнаралы Мәскеуге де барды. Тәрбиелеп жеткізген балалары біз ер жеткен соң анамыздың қазақ елінің көрікті жерлерін аралауына жағдай туғызып, перзенттік парызымыздың бір парасын өтегенімізге шүкіршілік дейміз. Бауырыңа басып бауыр баласын, бекем еттің ер жеткізіп қанатын. Ақабайдың үпір-шүпір үйінде әр күн сайын думан болып жататын. Адамның бір қызығы бала деген. Әке шешеміз бар қазақ тәрізді балажан еді. Алладан тілеп алған 8 баласын, өмірі ерте үзілген Рахым ағасының 5 баласын мәпелеп өсірді. Ал мен үшін ең бақытты күндерім балам саған бақыт іздеп жүргенім деп, Мұқағали ақын жырлағандай әр қайсысын оқытып, тоқытып, өмірден өз жолын табуына қамқор бола білді. Қара шаңырақ қашанда шаттыққа толы еді. Біздің кішкентай жетістігіміз ата-анамыз үшін зор қуаныш, ерекше мақтаныш болатын. Ал ұлын ұяға, қызын қияға қондырған ұлан асыр тойда бақыт тілеп, әке шешеміздің бақыттан жүзі бал-бұл жанып тұратын. Араласпаса ағайын жат, ата-анамыз бауырмал, туысшылдығымен ерекшеленді. Әкеміз Рахымбай енесімен, қайнағасы Кәдем марқұммен өмір бойы сыйласып өтті. Екі үйдің дәм-тұзы аралас, дастарханы ортақ еді. Пейілі кең, көңілі дархан әкеміз, жалғыз қарындасы Гүлсара марқұмды көзінің қарашығындай көріп, еркелетті, жанын үзіп берердей сүйді. Күйеу баласы Мейрамғазы марқұммен ағалы інідей болды. Анамыз Күләшқа Гүлсара сіңілісіндей еді. Сырласып, сыйласып өмірден өтті. Алматыда тұрған жылдары қайнысы Дәулен марқұм екеуі туыстарға бас көз болып, үлкен кішінің басын біріктірді. Сөйтіп, кейінгі буынға үлгі көрсетті. Қазақ
құдасын құдайындай сыйлайтын халық. Әке шешемізге құда-құдағиларын байтақ қазақ даласының әр қиырынан жазды. Жер шалғайлығына қарамай, жиі қатынасып, торқалы тойда қуанышын, топырақты өлімде қайғысын бірге бөлісті. Ақсуатқа келе қалса, төредей күтті. Қамшының сабындай қысқа өмірде сыйласа білгенге не жетсін? Қуана білмегенге құт, бағалай білмегенге бақ қонбайды. Мәнді өткізіп осылайша өмірді, күтіп алды сабырменен өлімді. Өсиеттеп айтып кеткен әр сөзі жұбатады мұңайғанда көңілді. Иә, әр адам пешенесіне жазылған күні пәнимен қоштасады. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ деп, Хакім Абай да айтып кеткен. Аллаға құлшылық қылған мұсылман баласымыз, әке шешеміздің иманы кәміл болып, жаны пейіште шалқысын деп, Құран оқытып, ата-баба жолымен ас беріп жатырмыз. Жаратқан иеміз қабылдығына жазып, марқұмдардың қабірін нұрландырғай. Ал қадірменді ағайын, сіздердің қадамдарыңыз сауаптан болсын.